Ішкі істер министрлігінің мұражайында министр Қабылбаев деп аталатын кітаптың таныстырылымы өтті. Естелік жинағы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ішкі істер министрі болған. Ұзақ жылдар бойы ерен еңбек еткен Шырақбек Қабылбаевтың өмірі мен қызметінен сыр шертеді. Туындының авторлары ішкі істер органдарының құрметті қызметкері Мирлан Қызылов пен журналист, жазушылар кеңесінің мүшесі Дәулет Сейсенұлы. Шырақбек Қабылбайұлының ғұмыры еліміздің ішкі істер органдары тарихымен тығыз байланысты. Атап айтсақ, ішкі істер саласында 30 жылдан астам қызмет етіп, оның ішінде 11 жылдан астам ішкі істер министрі лауазымын атқарған. Министрлік басшылығының және өз атымнан осы кітапты шығаруға атсалысқан кітап авторлары Мирлан Ахмедиұлы Қызыловқа, Дәулет Сейсенұлына және Шырақбек Қабылбайұлының туыстарына алғысымды білдіремін. Бұл кітап өзінің сансыз оқырмандарын табатынына сенімдімін. Айтулы шарада офицердің туыстары мен жақындары да бой көрсетті. Ішкі істер органдар тарихында жарқын із қалдырған тұлғаның есімі өшпей, оның табандылығы мен еңбекқорлығы жастарға үлгі болары сөзсіз.